Үлкен кісілердің әңгімесі қандай деймін шіркін, ой, керемет қой, керемет. Ананы да түгендедік, мынаны да түгендедік. Bir жырғап қаласың. Пәленшенің несі балалары Астанаға кеткен екен, квартирде тұрады екен. Сөйтсе үкімет үй берді дейді. Әйтеуір соқтағы елдің бәріне үкімет үй беріп жатыр, кімге беріп жатыр, кімге беріп жатыр, бір қызығыңқырап айтады ғой жаңағы. Үй берген екен, содан жаңағы әкесін, шешесін әкеткен екен, одан жаңағы кіші бауыр жағалап жүр екен, оны да бір жерге қызметке қойыпты деп қояды. Одан өткенде жаңағы бір бауыры келіп, бір жілік алып, сояққа апарып, тұздап, оны нағып беріпті. Келіні босаған бір қойды сойып апты, сонымен отыр екен. Осындай әңгімелер ше. Ұнайды маған үлкен кісілердің осындай әңгіме. Мен баяғы апаммен тұрдым, апам да әңгімені қатырады ғой. Атам бір қатынды қоя беріп, екіншісін алғанда екіншісі көтерген екен. Соның кейін жаңағы деп жаңағы абыстың биткенде сөйткені, одан жаңағы 10 пұлын әкеп, қаншайын әкеп, соның кейін жаңағы киетіне бір жақсы мата әкелген екен. О матаны жаңағылар кімге берген екен, жағалы кигізіпті деп бір әңгіме айтады ғой үлкен кісілер. Керемет қой. Кейін біз не айтамыз? Не айтамыз? Бетімізді 5 тоннаға бояп, турецкий көйлекті алып 45 мың теңгеге. Бір күн кеп, ертесінде тойға тағы бір көйлек сұрадық, алғымыз кеп. Ұялмай қыздармен қазға алдық деп әңгіме айтамыз. Не айтамыз? Таңғаламын мен бар ғой. Үлкен кісілер деген қазына ғой шіркін. Үйіңізде қазына жүр. Ұмытпаңыз. Үлкен кісі мен апаммен бірге тұрғанда үйімізде бар ғой, қонақ та үзілмейді, сүтпен шай ішесің, азанмен ел кеп қалады деп үйің жинайсың, қазір студент сияқты өмір сүреміз. Бірде бар, бірде жоқ, тақыл-тұқыл. Үлкен адам болғаннан кейін қой соясың, қандай керемет. Кейде бар ғой, үйіңізге кіріс, үйіңізде жүрген адамға келіп жатқан болуы мүмкін, сізге емес. Сіз тауып жатсыз, бірақ сіз сол адамның ниетіне қарай тауып жатқан болуыңыз мүмкін да. Сондықтан үйіңізде үлкен кісіні ренжітпеңізші, ертең өкініп қаласыз. Өзіңіз сол кісіге не істесеңіз, сол сіздің алдыңызда бедірейіп, әңгімеңізді айтпай, быттайып жүрсеңіз, тура сіз сияқты келін түседі ғой алдыңызға. Менсінбей қағып отырсаңыз, қартаясыз ғой, тура сіз сияқты келін келеді. Сондықтан өзім қатар келіндер кішкене ауызға ие болып, үйде үлкен адам бар ау деп етек жеңді жинап жүрген деген бар ғой, мынау болады.